Кәнекей барлығымыз орнымыздан түрегеліп, бір-бірімізге анамызды сәлемдесейік. Ризамыз мен де, ризасыз сіз де, ризамыз бәріміз аралаған күнге. Жақсы балалар, орындарыңыз жинағандар. Балалар, қазір бізде қандай ай? Ақпан айы дұрыс айтасыздар. Балалар, біздің ақпан айымыздың дәйек сөзі жасампаздық пен жаңашылдық. Ал енді осы ақпан айындағы аптығының дәйек сөзі жаңашылдық, заманның талабы екен. Ендеше балалар, барлығымыз не болуымыз керек? Жаңашыл болуымыз керек. Сабағымызды жақсы оқып, осы заманның талабына сай жақсы оқушы болып тәрбиеленуіміз керек. Қазір үйге берілген тапсырманы сұрайын деп тұрмын. Не бердім? Әлде ақпағымды бердіңіз. Жақсы, өте жақсы. Ендеше айт дейін. Кім жуырда? Әлде ақпағым бояндағы қалпағым жұртқа жаман болса да, өзім сүйген аппағым, әлде шырағым, көлге біткен құрағым, шапанға біткен тірегім, жаман күнде керегім. Тамаша, жақсы. Бекім? Әлде аппағым, қойдан жаңа қалпағым, жұртқа жаман болса да, өзін сүйем қалпағым, әлде аппағым, көлге біткен құрағым, жапанға біткен құрағым, жаман күнде күрегім. Тамаша, жақсы. Жақсы. Мадина, дауысыңызды шығар. Әлде аппағым, қойдың жүні қалпағым, жұртқа жаман болса да, өзім сүйген қалпағым, әлде шырағым, көлге біткен құрағым, жапанға біткен терегім, жаман күнде керегім. Тамаша, жақсы, жетеді. Жақсы, өте жақсы. Ендеше олай болатын болса, барлығымыз кәнекей тақтаға барайықшы. Балалар, барлығымыз тақтаға назар аударайықшы. Тақтада біз қай мезгілді көріп тұрмыз? Яғни не болып жатыр мұнда? Роман айта қойшы. Қол көтеріп қана. Наурыз мезгілі. Наурыз мезгілдің мерекесі. Наурыз мезгілі емес, көктем мезгілі. Иә ғой балалар? Қандай мереке болып жатыр? Наурыз болып жатыр дейді Омар айтып тұр. Жақсы, тағы да кім айтады? Нені көріп тұрсыңдар? Кім айтады? Сайын айта қойшы. Не бейнеленіп тұр мына суретте? Аға мына домбыра тартып жатыр. Анда екі балалар күресіп жатыр. Тамаша. Отыра ғой. Тағы да. Әлжан айта қойшы. Екі қыз билеп жатыр. Дұрыс айтасың. Тамаша. Өте жақсы. Үстелдің үстінен, яғни дастархан үстінен нелерді көріп тұрсыңдар? Даусыңызды шығар. Қымыз көріп тұрмыз, бауырсақ, құрт. Жақсы. Ендеше осы қымыздың, құрттың, бауырсағын олар кәнекей кім айтады? Інжу. Олар қазақтың Ұлттық табағы. Тамаша. Өте жақсы. Яғни балалар қандай мезгіл? Көктем мезгілі. Қандай мереке болып жатыр екен? Наурыз мерекесі болып жатыр екен. Мінекей барлықтары суретке назар аударып, көріп отырғандары наурыз мерекесінің тойланып жатқан тойы. Ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың да тақырыбы осы наурыз мерекесіне байланысты болайын деп тұр. Тұтындар ма балалар?
Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріп, яғни шығарманы іштей оқып, ондағы қажетті ақпараттарды белгілеп отыруымыз керек екен. Жақсы ма? Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қош келдің Наурыз деп аталады екен. Қазір қосылмайсың. Онда видеоны сұрап Яғни жаңа ғана өздерін суретпен жұмыс жасады. Дескрипторымыз суретке қарап ән бір балл. Яғни Наурыз мерекесі туралы өз білімін ортаға салады. Ол да бір балмен бағаланады екен балалар. Жаңа ғана мінекей кім Наурыз туралы айтып берді маған? Осы балалар өздерінің алдарындағы тұрған бағалауларымен не істеп қоясыңдар? Бағалап қоясыңдар. Біздің бүгінгі сабағымыздағы бағалауымыз қазақтың өзіміздің қара шаңырағымыз күйіміз үймен қайтеміз? Бағалайды екенбіз. Жаңағы сабаққа жауап беріп отырған балалар өздеріңді бағалап қоя қойды. Яғни ендеше ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Ендеше балалар бәріміз бір қарай. Наурыз дегеніміз ол қандай мейрам екен? Наурыз ол мұсылман халықтарының мейрамы. Наурыз ол жылдың басы. Парсы тілінде нау дегенім жаңа, рус дегенім күн дегенді білдіреді балалар. Халық Наурыз мерекесіне арнайы дайындалады. Дәстүр бойынша қос шырақ жағылады. Ыдыстар ернеуіне дейін айранмен, сүтпен немесе бұлақ суымен толтырылады екен. Бұл тоқшылықтың белгісі. Яғни Наурыз мерекесі біздің қазақ ұлты ерекше тойлайды. Керемет дайындалады. Ұлттық тағамдарын пісіреді. Ұлттық киімдерін киеді. Ұлттық ойындар ойнатылады. Естіп отырмыз ба? Бұл мейрам татулықтың, тоқшылықтың, яғни молшылықтың мейрамы. Яғни күн мен түн теңескен немене? Мерекеміз деп айтсақ та болады екен. Енді әрі сабағымызды қайда береміз? Жалғастыра береді екенбіз. Оқулығымызды ашамыз балалар. 55-ші бетті ашасыңдар. Наурыз мерекесі деген мәтінді түртіп алу әдісімен әнекей оқимыз. Саян оқу ғой. Әр адам отбасы мүшелерін немесе туыс-туғандары мен достарын ұлыстың ұлы күнімен құттықтап жақсы тілек тілейді. Наурыз көжеден дәм татады. Жақсы, тамаша. Жақсы. Енді әрі қарай бетті оқысын. Наурыз күнге келер жолы бұлшылықтың жоралғысы ретінде әр шаңырақ міндет түртіне жасайды арнаулы тағам. Арнаулы тағам. Жақсы, әрі қарай Мадина оқы ғой. Бұл мерекенің ерекшелігі күн сәулесі жетуден басталады. Алтыбақан құрылып, ұлттық ойындар ойналады. Алтымаған ән татылмаған күй қалмайды. Бір тау кесек, 10 тау ек деген қариялар бола басына ағаш егеді. Тамаша, өте жақсы. Өте жақсы. Есіл оқы ғой. Тыңдаймыз. Әр адам отбасы мүшелерін немесе туыс-туғандары мен дос-жарандарын ұлыстың ұлы күнімен құттықтап жақсы тілек тілейді. Наурыз көжеден дәм татады. Жақсы, жетек. Өте жақсы. Нұртөре. Наурыз келер жолға молшылықтың жоралғысы ретінде әр шаңырақ міндетті түрде жасайтын арнаулы тағам. Тамаша, жетек. Жақсы. Ары қарай. Ғабит оқи ғой. Бұл
kalmaydı. Bir tavuk kessem, 10 tavuk yer деген қариялар бұлақ басына ағаш егеді. Тамаша, жақсы жетеді. Ендеше жаңа ғана мінекей оқыдық. Түртіп алып айтысымен қандай сөздерді түртіп алып оқыдыңдар? Деп айтам. Ұлыс, иә? Яғни ұлыс дегеніміз бір ерекше күн деген сөз. Яғни біздің 22-ші наурызымызда наурыз мерекесі тойланады ғой. Соны айтып тұрмыз, иә? Жақсы. Ары қарай алып жатып қандай сөз белгіледі? Молшылық. Молшылық дегеніміз әрекет. Молшылық. Көп, мол деген сөз. Жақсы. Жақсы. Тағы да Нұрислам. Жағын. Қандай? Жағын. Қай жерде? Дос жарандарым деп тұр. Дос жарандарым деп тұр, е? Дос жарандарым дегеніміз достарым, жақындарым дейді. Жарандарым дегеніміз ол жақындарым деген сөз, иә ғой? Жақсы, ары қарай. Енді балалар. Сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз не жайында болып жатыр? Наурыз мерекесі. Қош келдің наурыз деген тақырыпта сабақ өтіп жатырмыз, е? Олай болғанымызда шертпе ойынын ойнап жүрейікші. Шертпе ойынына қазір маған бір оқушы шақырамын. Маған оқушы керек. Мына жерде мінекей балалар. Мынандай ойын алып келдім сендерге. Өзіміздің қазақ халқының ата-бабамыздың бұрыннан өмір сүріп жатқан немелерінің өсірген кигіз үйлері екен, иә ғой? Яғни осы кигіз үйлерінің артында неме бар екен? Тапсырма қойып бірге мінекей. Білдіңдер ме? Келесіңдерді сол тапсырманы қайтеміз керек алып жауап беруіміз керек. Нұралы келсін. Мына кешені қақтып қалың керек. Келім. Мына жерге келесің. Тағы бір лақтыршы, тағы бір лақтыршы. Жасыл кигіз үйді алып келсін. Жасыл кигіз үйді. Орнына отыра қой бар. Қазір. Ал, кім келеді? Оңай келсін. Көк үйді ала қой. Тамаша. Жақсы. Ал, Айзере келсін. Дайындалып отырыңдар. Басқасын, жасыл жоқ қой. Қайта жасыл түсіп кетті ғой саған. Жарайды. Қоңырды ала қойшы, е ғой? Қоңырды. Жақсы. Сырғалы келсін. Ой, жақсы болды, е? Қоңырды. Ары қарай. Есіл келе ғой. Өте тамаша, е мінекей? Қызыл үйіңізді ала қойыңыз. Енді, ары қарай. Кім келеді? Тағы да. Інжу келе ғой. Ал кім дайын? Дайындар келе қалды? Жарайды, жақсы мінекей. Сары үйіңді алып отыра қой. Ал енді, кім дайын? Келе ғой. Нұралы келе ғой. Келіп, өзінің үйіңді орналастыруың керек. Сұраққа жауап беруің керек бірінші. Күнменің асы теңелеседі. Күнменің наурыздың 22-сі теңелеседі. Теңеседі. Тамаша. Үйіңді орналастыра қой. Кигіз үйіңді орналастыра қой. Орналастыра қой. Тамаша, Нұралы. Жақсы. Кім дайын? Айзере келе қой. Наурыз күні қанат тағам, қазақты отыз тағам. Тамаша. Өте жақсы. Балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп
жатыр Нұралы, Айзере, өздеріңді 2 балмен бағалап отырасыздар. Ұмытпаймыз. Ал, Інжу келе ғой. Қандай ұлттық киімдер бар? Жақында. Қазақтарда Сұрағын оқи қойшы да. Сұрағын оқи. қандай ұлттық киімдер бар? Жақсы, айтамын. Қазақтың ұлттық киімі қазақ шерстек. Қазақ шертегі. Тағы да. Және де сәукеле. Сәукеле, жарайды, жақсы. Шапан бар екен, иә? Бөрік бар екен. Тамаша. Жақсы, кім келеді? Омар келе ғой. Өздеріңді Інжу бағалауды ұмытпаңдар. Қандай ұлттық ойындар бар? Қазақта ұлттық ойындарға ат бақан, бес асық ату, қазақша күрес, бәйге деген ойындар бар. Өте тамаша. Кигіз үйінді қоя ғой. Орналастыра ғой орнына. Тамаша. Өте жақсы. Өзіңді бағалауды ұмытпа. Сырғалым келе ғой. Наурыз мерекесі қалай тойланады екен? Қалай тойланады? Немен істейміз Наурыз мерекесінде? Көш. Сосын. Содан кейін. Тамаша. Тағы. Сосын. Ән айтамыз, иә? Би билейміз ба? Тамаша. Жақсы, орналастыра ғой. Ақырғы кигіз үй кімге қалды? Есілде, келе ғой Есіл. Наурыз мерекесі қашан тойланады? Айта ғой. Қашан тойланады Наурыз мерекесі? Кім айтады? Тайхан айта ғой. Наурыз мерекесі көктемде тойланады. Көктемде тойланады. Қай күні тойланады? Наурыздың 22-сі. Тамаша, өте жақсы. Есілге көмектестік, иә ғой? Тамаша, өте жақсы. Ендеше балалар, біз мінекей жаңа ғана оқыған мәтінше неме істедік? Сұрақтарға жауап бердік. Яғни өздеріңді 2 балмен бағалауды ұмытпаңдар. Жақсы. Ендеше олай болатын болса, мынаны мен алып қояйын. Қазір топтық жұмыс болады. Мен сендерді топқа бөле қоямын. Бірінші топқа Наурыздағы тілек өлеңін оқы және жатқа айтуға тырыс. Екінші топқа ата-анасына, досына, ұстазына қандай тілек айтар едіңдер? Айсене, келе қылма жерге топқа. Келесі. Секвейн әдісі. Наурыз, көже. Яғни көже деген сөзді секвейн әдісімен емесесінен жазып шығасыңдар. Сендердің топтарына көкс пен Наурыз мерекесі туралы айтып бересіңдер. Дайындалма. Сендердің ұлттық ойындар туралы айтасыңдар. Жоқ, дайындалып айтасыңдар.
болды ма? Иә. Ал қане қай топ дайын екен? Кереғандар. Дайын топтар кереғандар. Дауыстарын шығарып. Қалған топта топ ережесін сақтаймыз. Біз отырамыз орнымызға. Айта бер. Қазақтың ұлттық ойындарын айтып Жақсы. асық, бәйге, Өте тамаша. күрес, Тамаша. Өте жақсы. Алты бақан, е? Жақсы. Алты бақан бар екен, е? Аударыспақ деген ойын бар екен. Тамаша, орындарына отыра қалыңдар. Ал, тағы қай топ дайын? Аяғы келе қалыңдар топтарымен. Ана не істе деп тұр? Өлеңді оқып беріңдер деп тұр. Яғни кітаптармен шықпайсыздар ма? Тез етеміздер, кітаптармен шығасыздар да өлеңдерді оқи қойыңдар. Тез етеміз. Ғабит баста. Ғабит баста. Әзелі орнына отыр. Отыра ғой. Болды. Топ ережесін сақтаймыз. Ғабит даусыңызды шығар. Өте жақсы. Ала биік қолында алатауға сыймасын. Жақсы, жеке. Жалғастыра бер. Ара биік қолында алатауға сыймасын. Үйінен аузы той болсын, қоран толып ой болсын. Арынанда қайнаған күлкілдеген май болсын. Айна отырсын онынан, ойнын тұрсын солынан. Мал менен басын кетірсін, кетірсен дәулет басына. Жақсы. Даусыңызды шығарыңызшы. Ала биік қолында алатауға сыймасын. Ара биік қолында алатауға сыймасын. Жақсы жеке, ары қарай аяу баста. Ең алды той болсын, қорын торы ой болсын. Қазақ тазы қайнаған күрек май болсын. Айын тусын, оныңдан күні тусын. Соңынан мал мен бамаса, ден өсіп кетпейсін дәулетті қазаны. Өте жақсы. Ал, қандай өлеңді оқыңдар? Наурыз мерек, наурыз тілек, наурыздың тілек. Наурызға тілек. Жақсы. Наурызға, яғни наурыз мерекесінде қандай тілектер айтылады екен? Қандай тілектер айтыпты? Ғабит қандай тілек айтыпты? Ақ мол болсын дейді, ғой. Денсаулық болсын дейді, жақсылық болсын, тоқшылық болсын деп айтып жатыр, е? Жақсы орындарына отыра қалыңдар. Келе қойыңдар, сетпейін әнсіне. Бесінші топ
Тыңдаймыз балалар. Атасы. Көже деген сөзді Біз көже деген сөзді біз секвен әдісімен жазыңдар, иә? Қалай сөз? Секвен әдісімен біз көже деп жазғанбыз. Ар жаға берші. Біз көжені зат есімге жаздық. Дұрыс. Көжені біз зат есімге жаздық. Дұрыс. Не? Көже. Ал екінші жолына немен естедік? Тыңдаймыз балалар. Сын есім жаздық, иә? Ал көже қандай? Көже дәмді болады екен, иә? Наурыз көже дәмді ғой. Ал тағы да қандай? Жылы болады ғой ішкенде, иә? Сұп-сұп болмайды ғой. Ыстықта деп айтайық, жылы деп айтайықшы, иә ғой? Жарайды. Ендеше. Ал одан кейін үшінші жолына неге жаздыңдар? Етістік жаздыңдар. Етістік жаздыңдар, иә ғой? Ал көжені немен істейді? Пісіреді. Одан кейін немен істейді? Дайындайды. Одан кейін ішеді екен. Ал енді сөйлем құрастырыңдаршы. Төрт сөзден тұратын сөйлем құрастырып қойыпсыздар, иә? Оқыңдаршы әлекей сөйлемдерін. Анам наурыз көже пісірді. Анам наурыз көже пісірді. Тамаша. Енді бесінші қадамына біз осы көже деген сөздің синонимін жазуымыз керек екен. Ол қандай синонимі? Көже деген сөзге синоним дегеніміз? Тамақ дейсіңдер, тағам дейсіңдер. Тамаша, орындарына отырғанымыз қараңыздар. Өте жақсы. Келе қойыңдар. Кезек. Мен ата-анама денсаулық тілеймін. Тапсырмалар. Тапсырманы оқыңдар. Ата-анасына, досына, ұстазына тілеп жатамыз. Ата-анама денсаулық тілеймін. Тамаша. Досыма жақсы оқу тілеймін. Тамаша. Ұстазыма жақсы түсіндіру тілеймін. Сабақты жақсы түсіндіруді тілейсің ба? Жақсы. Тамаша, ары қарай. Болды ма? Сені де айтатын ата-аналарына денсаулық тілейсің, иә? Тамаша. Өте жақсы. Орындарына отырғандар. Ал енді ақырғы топ келе қалыңдар. Дауыстарыңызды шығарып сөйлеңізші. Сен қарағайшы қой. Саян. Қоқыспен наурыз мерекесі туралы айту. Менің ойымша, наурыз көктемде тойланылады, яғни 22 наурыз тойланылады. Онда қазақша күреседі, ән айтады, наурыз көже пісірады, домбыра тартады. Сол кезде апаларымыз бауырсақ, қымыз, құрт жасайды. Дайындайды, иә? Оны қалай дәлелдейсің? Мен дәлелдеуім бойынша наурыз көже 22 наурыз. Жоқ, наурыз көже емес, осы наурыз туралы дәлелдеуім бойынша. Айтыңдаршы, жылда біз қайда шығамыз? Мерекені тойлауға өзіміз орталық алаңға барамыз, иә ғой? Бір-бірімізге қонаққа барамыз, яғни біз жылда отбасымызбен де, не болмаса осы мектепте сыныптастарымызбен де осы наурыз мерекесін қайтеміз? Тойлаймыз, дұрыс. Иә ғой? Өтірік айтпаймыз, тойлаймыз ғой, рас қой. Яғни сен дәлелдеп тұрсың. Жақсы, қорытындылай келе. Қорытындылай келе наурыз мерекесі Қазақтың ұлттық мерекесі. жақсы. Тек қана қазақтың емес, барлық мұсылман халықтарының мерекесі екен. Яғни біз 22 наурызда тойлаймыз. Осы
22 наурыз күні күн мен түн теңеседі екен. Көктем келе жатыр деп. Құстар біздің жаққа қайтып келеді, ұшып келе бастайды. Ең алғашқы гүл бәйшеше өсіп шығады, иә ғой? Бүкіл дүние қайтеді, жаңарады, жасарады. Тек қана қуаныш болады, иә ғой? Тамаша, өте жақсы. Орындарына отыра қалыңдар. Өздеріңді екі малмен бағалап қоясыңдар. Бағалау парақтарына өздеріңіз екі балдарды қоя қойыңдар. Енді бәріміз орнымыздан түрегеліп, сені сәтін жасаламыз. Жақсы, орындарына отырыңдар. Сонымен балалар, біз бүгін сабақта қандай тақырыпта сабағымызды айтып жатырмыз? Айтып жатырмыз. Қандай тақырып туралы? Наурыз мерекесі жайлы айтсын. Тамаша, жақсы. Ендеше олай болатын болса, сабағымызды не істейміз? Осы дастархан атымен ямақтап бекітуімізге. Наурыз мерекесінде дастархан жайылмайтын, шаңырақ болмайды. Барлықтарының үйлерінде аналарым тәтті дәмдісін пісіріп, барлық дәмдіні үстелдің үстіне қойып дастархан жасайды. Солай емес па? Ең аяғы өзіміз жылда орталық алаңға шығып, мерекені тойлаған кезде де барлық адамдардың ұлттық киімдерін киіп алып, мәз-мәйрам болып, әнін айтып, биін билеп, ұлттық ойындарды ойнап жатқанын көреміз. Сонымен қатар дастархандарын жайып, бүкіл барлық ұлттық тағамдарымызды қайтып жатыр, үстелдің үстіне қойып, барлық жақсыны адамдарға тарту етіп жатыр. Олай болатын болса, біз де өзіміздің дастарханымызды жасап қояйық. Кәнекей балалар. Қандай тамақты алып тұрсың? Оны не үшін дайындап жатырсың? Ал, кім айтады? Айжан келіп. Не қояр едің үстелдің үстіне? Тамаша, қымыз қояр едіңіз, иә? Өйткені біздің қымыз ұлттық қазақтың неменесі? Сусыны. Тамаша, өте жақсы. Айжан келіп отыр. Нені қоясың? Иә, бауырсақты қоясың. Не үшін бауырсақты қойып жатырсың? Ұлттық? Жақсы, тамаша. Нұртөрі. Келіп отыр. Нені алып тұрсың? Құртты ма? Ал, не үшін құртты алдың? Қатты айтам. Тамаша, өте жақсы. Ал, жақсы. Інжу келе ғой. Не қойып
ет па? Қатты сөйлеші. Етті қойайын деп жатырсың, Жақсы, өте жақсы. 5 бармақ. Жарайды, жақсы. Қоя қой. Қоя қой. Келе қой. Ал, қарай. Айша келе қой. Қатты сөйлендір. Естімейміз әйтпесе, Қатты сөйлеп отыр. Нені қойып жатырсың? Жақсы. Ұннан жасалған, нан өнімдерін қойып жатырсың. Тамаша. Өте жақсы. Өте жақсы. Дарина кетсін. Келе ғой, Дарина. Нені қойды? Бұл немене? Тал? Тары екен. Тары да біздің ұлттық тағамдарымыздың бірі екен. Ау, тарыны шайға қосып, шайды ішесің, сонда біздің шайымыз қара болып, қызыл болып, қою болып шығады екен, Тамаша, жақсы. Олай болатын болса, бүгінгі біздің сабағымыз сендерге барды ма, балалар? Өздеріңді тағы да балмен қайтесіңдер? Бағалап қойыңдар. Өздеріңді 2 балмен бағалап қоя қойыңдар. Дастархан жасалып қоя, 2 балмен бағалай қойыңдар. Бүгінгі сабақта күш. Бүгінгі сабақта күш. Бүгінгі сабақта 3-ші қатар келе қалсын. Нені түсіндік? Нені түсінбей қалдық? Қандай сұрақтарым бар? Мінекей, керуен әдісімен бағалаймыз. Келе қалдар. Екінші қатар келе қалсын. Бәрібір. Қалай беріңдер. Қызылды салсан да, жасылды салсан да ештеңе етпейді. Тездетіңдер. Жоқ, бәрібір. Сала беріңдер. Ал, бірінші қатар келе қалды. Қаластыңыз. Жақсы, отыра қойыңдар. Жақсы, тамаша. Өте жақсы. Балалар, мінекей көрдіңдер ма? Барлықтары сабақты жақсы түсіндік деп салып қойыпсыңдар, ғой? Түсінікті болды ғой, сабақ? Ұнады ма сабақ сіздерге? Сонымен Наурыз мерекесі қай күні тойланады екен? Туралы айтамыз. Тамаша. Наурыз мерекесінде қандай ойындар ойнатылады екен? Бекнұр. 6 бақан күрес, 5 асық, аты осы. Тамаша, өте жақсы. Омар айтамызшы, қандай ұлттық тағамдарды білесіңдер? 5 бармақ, бауырсақ, құр, наурыз көже, тары. Тамаша, өте жақсы. Ал Наурыз мерекесінде тағы да не болайын деп жатыр? Не болады? Айта ғой, Тайхан. Күн түнмен теңеледі. Өте тамаша. Күн түнмен теңеседі. Тамаша. Ал ең алғашқы өсіп шығатын көктемдегі гүліміз қалай аталады? Мадина? Бәйшешек екен. Ендеше ұлыстың ұлы күні құтты болсын деп, еңбегі сау болсын деп, сабақтарыңды жақсы оқыңдар деп, сендерге мен жақсы
тілек айтумен осы сабағымды аяқтағым келіп тұр. Барлықтарыңызды қазір мен өзімнің сендерге дайындап әкелген мынандай марапаттаумен бағалағым келіп тұр. Қосымша тағы да барлықтарына өте тамаша, өте жақсы қатысып отырыңдар сабаққа деп, мен сендерді қайтемін марапаттаймын, жарайсыңдар, тамаша деп, өте тамаша деп, иә ғой? Кәнеке, алдыға қараймыз. Қатысып отырыңдар, иә бәлем? Шулапаймыз. Кәнеке, бәрімізге қараймыз. Үйге тапсырма 25-ші беттегі наурыздағы тілек деп аталатын отырамыз. Наурызда отырамыз. Үйге тапсырма наурыздағы тілек деп аталатын неме өлеңді қайтесіңдер? Жатқа келесіңдер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Орныңыздан тұрайық.